don't give away my love. So don't give away. And another woman that can take your spot, my love. So don't give away my love. So don't give away my love. So don't give away. And another woman that can take your spot, my love. Доброе астанинское утро. Қайырлы таң қазақ елі. Күн күшті болып шығып келе жатыр, ал біз аэропортқа бізді күшті трип күтіп тұр. Италия күт бізді. Шымкенттен Венгрияға, Будапештке тікелей рейстер ашылған. Неге Венгрия десе, бізде бірнеше рет Венгрияға алғанбыз, сол үшін виза алу оңай. Шымкенттің жаңа әуежайы күшті екен. Шок болған соң, деп күшті екен. Енді біз қазір посадканы күтеміз, отырамыз. Give away my love, so don't give away. And another woman that can take your spot, my love. So don't give away my love, so don't give away my love. So don't give away. And another woman that can take your spot, my love. Ал Мажарстанға қош келдік. Біздер Венгрияға келдік. Мұғындардың еліне самолеттен түстік. Енді қазір паспорттық контролдан өтіп, қаланы аралауға шығамыз. Әшейінде. Венгрия жоқ. Біздер деген Будапешттегі, анау Нью-Йорк. Не айттың? Көрдің бе, артындағы адам көрдің бе? Айттың ба? Будапешттегі ең танымал кафеге келдік. Нью-Йорк деген кафе. Қазір ішіне кіретін боламыз, негізі бізге айтқан болатын. Бұл жерде кезек көп деп, бірақ та кезек жоқ екен. Ендеше бізбен бірге кеттік. Очередь. Вау! Нью-Йорк деген самый инстаграмный кафеде осындай тәттілерге тапсырыс бердік. Ержанда мороженый, сливкимен, менде фисташковый тарт. Ал бізге ас болсын. Негізі бұл Нью-Йорк деген ресторанды мен көп жерден көріп жүрмін. Айжұлдыз Адайбекованың стористарынан көрдім. Сол кезде мен өзіме бай түртіп алған болатын, осы жерге келіп, міндетті түрде жаңағы контент жасаймын деп. Ержан мені күштетіп жаңа видеоға түсіріп берді. Прям вау. Енді біздер қазір тамағымызды ішейін деп жатырмыз. Десерт. Біз негізі тоқпыз. Жаңа неден шықтық, кафеден салат жеп алдық. Енді қазір тәтті жеуге келдік. Чисто мына жерге инстаграмный атақты жерлері болғасын келдік. И очередь жаңа біз қалай келдік та жүрек. Адам сразу толып кетті, біз тезірек келіп. Біз берекелі болып тұрмыз ғой дегенсің. Соны айтамын. Саудасын жүрсіп тұрмыз ғой. Сөйтіп біз келдік, енді қазір дәмін көреміз. Ненің дәмін көрдік, мороженое кішкене енді тарттың дәмін көрейік. Сливки мен мороженое екеуі тема өткен негізі. Міне біз шықтық. Очередтеден. Біз Будапештте жарты күн болдық. Негізі Будапештте бұрында болғанбыз, көп аралағанбыз. Парламент, бастион, жаңағы Рыбацкий мост, барлығында болғанбыз. Осы жолы тек қана жаңа Нью-Йорк деген кафеге бардық та. Болды, аэропортқа келдік. Қазір Миланға шайын деп жатырмыз. Посадканы күтіп отырмыз. Біз Италияға келдік. Бергамо аэропортына. Қазір осы жақтан шаттлға отырып Миланға барамыз. Жолдан шаршап, тамағымызды ішіп, үйімізге орналастық. Әрбір саяхаттан мен үшін өзімнің рутиналарым өте маңызды. Сол үшін қай жерде жүрсем де үйден тамақ жасаймын, өзімнің рутиналарымды ешқашан ұмытпаймын. Қайырлы таң! Миландағы екінші күнім. Таңертең ерте тұрып шығып кеттім. Көшеде жүрген кезде
таңертең ерте тұрып осылай жүрген жақсы көремін. Бір қаламен танысудың бір басқаша форматы. Бүкіл қала сенікі ғой. Квартираны Airbnb-дан алдық. Вообще негізі Миланда пәтер алумен проблема кішкене. Потому что лақтыра берді, неше рет лақтырды, әйтеуір тақалған кезде алынды. Енді қазір сол квартирамыздан Дуомаға кетіп бара жатырмын жаяу. Итальянецтер енші екен деймін ба. Сағат уже 8 болды, бірақ көп жерлер әлі жабық, әлі ұйықтап жатыр. Тек жаңағыдай иттермен қыдырып жүрген адамдар ғана мына. Күшті бір заманға келдім. Енді біртүрлі қорқынышты екен, походу. Біреулер ойлауы мүмкін. Андай музейлерге бармайма деген сияқты. Мен уже біраз музейлерге барып тастадым. Миланда да. Қазір маған, білмеймін де қазір сондай возраст шығар. Андай білім алғым келмейді емес, просто переизбыток бар ғой, информация деген сияқты. Сол үшін бір тыныштықты қалаймын. Көп еш нәрсені көргім келмейді. Андай просто вайбты, осындай құстардың ұшып жүргенін, сыртынан қарап тамашалап кеткен маған больше ұнайды, нежели музейде жүріп, танысып жүрген. Оған да уақыт келер. Бір 40-тан асқан кезде сондай бір дәурен келетін шығар. Осы влогты түсірмес бұрын негізі Миланда түсірген қыздардың влогтарын қарадым да. И бәрінде андай музей, собирашки, ресторан сондай да. Ал сосын ойлаймын ғой, это же не мой вайб. Менде ойладым солай түсірейін ба деген сияқты. Но я понимаю, что это не мое. Просто осылай жүрген маған қатты ұнайды да. Кафе, ресторан деген сияқтылар. Бардым, бір рет бардым, 2 рет бардым, уже неинтересно деген сияқты ғой. Конечно, ол жақта да күшті вайб бар. Но вот это вот все, это все мое. Красота? О май гад. Ой-ля-ля. Өте зем тұр, иә? Осылай жүрген ғой, мына жердегі 2 кісі қазақтар екен. Саламатсыз ба дейді, сразу қазақ екеніміз түсініп қалдық бір-біріміздің. Бұлар да концертке келген екен. Амандасып, сөйлесіп. Енді мен мына жерде бір жерге отырып тамақ ішкім келіп тұр. Қайырлы күн, біз қазір Милан Центральға келдік. Енді Комоға барайын деп жатырмыз. Комо көліне достарымызбен кездесіп, ары қарата пойызбен. Пойызға отырайық деп жатырмыз. Жүрек маған неғып бермес айтпақшы. Айс матча ма сондай. Осындай. Бұл жерге барсақ? Жоқ, бұл жер мороженое екен, не хочу мороженое. Қызыл пойыздар. Комоға келдік, и на жерде прям дух захватывает шыққан бойда. Вау! Красота! Тамақ ішуге келдік. Ваго деген. Романтичный ужин наш. Пицца Маргарита. Паста с морепродуктами. Мен заказ бергем. И Ержанда Альфредо. İşte романтикалық. Кеш болды, күн болды, ya. Иә. Біз де Миланға кеттік. Қазір пойыз беріп отырамыз.
Nainggit ko to.